Сәлем бәріне. Бүгінгі сабақта біз жад жайлы жад туралы сөйлесейік. Жад дегеніміз ол память, бәріміз білеміз. Екіге бөлінеді: ішкі жад және сыртқы жад. Әр мына суретте көріпсіздер, жаңағы сыртқы жадқа қатқыл диск жатады, hard диск дейміз, жесткий диск дейміз, флеш жад жатады, флешка дейміз, CD, DVD-лар жатады. Ішкі жадқа міне RAM жатады, оны жедел есте сақтау құрылғы дейміз, кэш және ROM жадтары жатады. Бірақ оның әр түрін қазір талдайтын боламыз, келесі слайдтарда әр түрін айтып берем. Мына жерде екеуінің осы ішкі жад пен сыртқы жадтың айырмашылығын біліп алсақ негізгі. Сыртқы жадтар көбінесе үлкен мәліметтерді сақтау үшін арналған, жаңағы киноларыңыз болсын, музыкаңыз болсын, бүкіл керек жұмыс файлдары, сабақ файлдары, кітаптар дейік, оны сақтау үшін арналған. Сол үшін оның сыйымдылығы үлкен болады. Жаңағы қатқыл диск болсын, флеш жад болсын, сыйымдылығы үлкенірек болады ішкі жадқа қарағанда. Бірақ тоқтан тәуелсіз болады, тоқтан тәуелсіз дегеніміз компьютерді өшіп тастасаңыз, тоқтан суырып тастасаңыз, ішіндегі мәліметтер өшпейді. Дұрыс қой, сіз компьютерді өшіп қоссаңыз, сізде қатқыл дискта жатқан немесе флеш жадтың ішінде жатқан мәліметтер өшіп қалмайды, ішінде тұрады әлі. Бірақ ішкі жад жылдамырақ жұмыс жасайды. Неге десеңіз, ішкі жад не үшін арналған? Процессормен жұмыс істеу үшін арналған. Процессор, білесіздер, ең тез құрылғы, компьютердің ішінде ең тез жұмыс істейтін құрылғы ол процессор. Енді процессор өзіне керек мәліметтерді, керек ақпаратты осы ішкі жадтан алады. Жаңағы кэштан алады, немесе RAM-нан алады, жедел есте сақтау құрылғыдан алып отырады. Демек, осы ішкі жад процессордың сұраған мәліметтерін беріп отыру үшін ол процессордей тез жұмыс істеу керек. Енді процессорге жетпейді кейбір нелер, жылдамдылығы көбінесе жетпейді, но жылдамырақ жұмыс істесе, процессор тезірек керек заттарын тезірек алып отырады. Сол үшін ішкі жад жылдам деп саналады. Соны біліп алайық. Бірақ тоққа тәуелді, жаңағы компьютерді өшіп тастасаңыз, RAM-ның ішіндегі, кэштің ішіндегі заттардың бәрі өшіп қалады, оны білеміз. Және сыйымдылығы шағын. Кішкентай сыйымдылығы. Логикаға былай түсініп тұрсыздар, мысалы сыйымдылығы үлкен болса, орны үлкен болса, үлкен орыннан мәліметті тез табу қиын болады. Сол үшін оның сыйымдылығы шағын болады. Өйткені ол тез керек процессорға керек мәліметті тез алып отырып, тез процессорға беріп отыру керек. Оның жұмысы, ішкі жадтың жұмысы сол. Сол, мына жерде дұрыстап түсіндірдім деп ойлаймын, ары қарай жүре берейік. Сыртқы жадтан бастайық. Қатқыл диск дегеніміз hard диск, орысша жесткий диск дейміз. Жаңа айтқандай, сыйымдылығы үлкен, ең үлкен деп санауға болады. Мына жерде сыйымдылығы ең үлкен жад деп, өйткені бұрында гигабайттықпен санаушы еді, гигабайтпен, қазір терабайтпен санайтын болды, қатқыл дисктер. Мына жерде не білу керек? Негізгі есте сақтау құрылғы, қатқыл диск негізгі есте сақтау құрылғы. Магнитпен жасалады, ана ішінде бүйтіп айланып тұратыны магнитпен айланады. Мына жерде бүйтіп көрсетіп салайын. Перон алайық. Аның ішінде бүйтіп магнит айланып тұрады. Сол магнит, мына таяқшаны көріпсіз ба? Таяқты. Таяқ секілді бір темір ғой. Айланып тұрған магниттен сол бүйтіп тиетті оқып отырады. Бұрында граммофон бет, не болып еді ғой, бүйтіп диск айланатын, бүйтіп пластинка сап қоясыз, соған мынандай бүйтіп таяқ секілді нәрсе қойып қоясыз. Ол бүйтіп оқып отыратын магниттіктен. Тура сондай мына жерде тәсіл. Мына жерде магнит айланады, жаңағы мына бір оны оқып отырады, бүйтіп айланып отқан ішіндегі мәліметтерді оқып отырады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жазуға да оқуға да арналған, қатқыл дискқа жазуға да болады мәлімет, одан оқуға да болады. Оны бәріміз білеміз. Ары қарай. Оптикалық диск деген бұрында қолданатын, қазір енді көп адам жастары біле бермейтін шығар, деймін. CD, DVD деген нәрселер болатын, өзіміз кезімізде солармен музыка тыңдайтынбыз, кино көретінбіз. CD деген бар, DVD деген бар. CD-дің көлемі міне 700 мегабайт болса, DVD-дікі үлкенірек болады, көлемі 4-7 гигабайт болады көбінесе. Және CD мен DVD RV деп бөлінеді. R дегеніміз тек read деген сөз, қазір түсіндіріп берем. RV дегеніміз read and write деген сөз, read дегеніміз білеміз, оқу, read and write деген оқу және жазу. Айырмашылығы CDR, DVD-ға сіз бір-ақ рет жазасыз, мысалы таза CDR алдыңыз, CDR таза диск, оған бір-ақ рет жазасыз, мысалы музыканы бір рет жаздыңыз, 700 мегабайттық толтырып мысалы. Бірақ ол музыкалар ұнамай қалды, тағы да сол DVD-ға или CD-ға тағы да жазайын десеңіз, уже жаздырмайды. Тек қана бір-ақ рет жазуға болады, ары қарай тек оқуға болады. Музыканы тыңдауға болады, кино көруге болады деген секілді. Бірақ
екінші рет жазуға болмайды уже. Біріншісін өшіріп. CDRV-да болады. CDRV-да, RW дегенде керек кезде жазасыз, оқисыз, ұнамай қалды ма тағы да өшіріп қайттан жазуға болады, тағы да оқуға болады, жазуға болады, керек кезде жаза беруге болады. Сол айырмашылықтар сол. Және мына құрылғы диск жетек деп аталады. Диск жетек деп аталады, міне. Ол жаңағы CD, DVD-лар ішіне салынады, осы диск жетек ішіне салады және ішінде оқылады. Түсінікті деп ойлаймын, диск жетектің ішіне саласыздар, сол оқиды да компьютерге жаңағы мәліметтерін беріп отырады. Және мына жылдамдығын көрсеңіздер болады. CD-да 150 килобайт секунду мәлімет бере алады, жылдамдықпен. Жылдамдығы 1.32 мегабайт деген килобайтқа біз ауыстыра аламыз, 1.32 көбейтілген мегабайт килобайтқа ауыстыру үшін 1024-ге көбейтесіз. Сол кезде примерно 1350 ма, өзіңіз санап көрсеңіздер болады, 1350 килобайттай болады. Сонда мынадан примерно 10 есе тезірек жұмыс істейді, CD-дан DVD. Былай қарасаңыз. Ары қарай флеш-жад. Флеш-жадты бәріміз білеміз, флешка. Ол микросхемамен арқылы жасалады. Мысалы жаңағы дисктар оптикалық болып саналады, қатқыл диск магниттік болып саналады, ал флеш-жад именно микросхема, чип болып саналады, чип ретінде, чип түрінде жасалады, микросхема түрінде. Мына жерде не бар? Ақпарат ұзақ уақытта сақталады дейді. Енді ол түсінікті, жаңағы басқа да CD-да да, жаңағы неден де қатқыл дискта да көп уақыт сақталатын, ұзақ уақыт. Магниттік және оптикалық жадқа қарағанда энергиясын аз тұтынады. Неге? Өйткені ол микросхема арқылы жасалған, чип арқылы жасалған. Сол үшін энергия аз тұтынатын болады, оны біле жатайық. Және USB арқылы қосылады дейді. Басқа да құрылғыларға қосуға болады. Құрылғыларға, компьютерге қосуға болады, жаңағы телевизорға, камералар болуы мүмкін, машинада да USB қосатын жерлер бар, өлең тыңдау үшін. Осы флеш-жад. Енді ішкі жадтар жайлы, біріншісі ол RAM. Бірінші ең маңызды ішкі жад ол RAM. Жедел есте сақтау құрылғысы дейді. Кейбір кезде тестта RAM деп сұрауы мүмкін, кейбір кезде JESC деп сұрауы мүмкін. Сол үшін жаттап алу керек. Жедел есте сақтау құрылғысы, JESC. Ішкі жадқа жатады. Жаңағыда айтқандай, сыртқы жадқа қарағанда тезірек жұмыс жасайды, Ол жұмыс жасап жатқан программаларды өңдейді дейді. Нағыз қазір жұмыс жасап жатқан, мысалы сіз браузерді аштыңыз ба, значит браузердің керек мәліметтері жаңағы RAM-да жатады. RAM, сіз қай программаны қазір аштыңыз, сол программаға керек мәліметтер RAM-да жатады. Қазір оны түсіндіріп берем, келесі слайдта. Компьютерді өшірген кезде JESC деректері сақталмайды, оны айтып кеттік. Тоққа тәуелді олар. Сыйымдылығы бұрында гигабайтпен 4 гигабайт болатын дейді. Қазір 8-16 гигабайттары бар, одан да үлкен болуы мүмкін, 32 гигабайт. Сыртқы жадтардан жылдам дейді. Оның бәрін айтып кеткен, оның бәрін қайталап керек емес. Енді мына жерде міне бізде қатқыл диск бар сол жағыңызда. Қатқыл диск мынау. Мынау бізде RAM, мына жерге RAM деп жазсайын. Мынау бізде процессор, CPU деп қой. Процессор жайлы арнайы сөйлесетін боламыз келесі нелерде, сабақтарда. Мына жерде тек осыны түсіндіріп кетсем жетеді. Жұмыс, мына жерде нені көрсеткім келді? Қалай жұмыс жасалады? Мысалы, компьютеріңіз өшіп тұр дейік. Компьютеріңіз өшіп тұр да, бүкіл өшіп тұрған кезде бүкіл жаңағы сіздің ақпараттарыңыз, операциялық жүйе бәрі қайда тұрады? Сіз тоқтан өшіп тастадыңыз, бәрі қайда тұрады? Жаңа қатқыл дискте тұрады. Қатқыл диск дейміз ба? Қатқыл диск алайыншы, қатқылды дейік. Қатқыл дискте бүкіл сіздің жаңағы керек мәліметтеріңіз, Word документтеріңіз, кітаптарыңыз, киноларыңыз, операциялық жүйеге керек ақпарат бәрі осы ішінде тұрады қатқыл диск. Компьютерді қосқанда білесіз ғой, Windows бар, Linux бар, macOS бар, операциялық жүйе дейді, оны да өтетін боламыз. Сол операциялық жүйе бірінші қатқыл дисктен алынып, қайда? RAM-ға жүктеледі. Сонда RAM-ның ішіне операциялық, OJ дейсілайын, операциялық жүйе жүктеледі бірінші. Жүктеліп болғаннан кейін сіз мысалы бір программа аштыңыз дейік. Word аштыңыз, Word деген, Microsoft Word программасын аштыңыз. Соны ашқанда оған жаңағы сол программа және керек оған ақпараттар жаңағы операциялық жүйе секілді қатқыл дисктан жүктеледі. Қазір ашып отқан программаңыз бәрі RAM-ға жүктеледі, JESC-қа жүктеледі. Мына жерге тағы да бір программа жүктелді, жаңағы Microsoft Word деген, Microsoft Word программасы жүктелді дейік. Енді мына RAM не істейді? Неге мысалы процессор өзіне керек ақпаратты сразу
неден ала бермейді, жаңа қатқыл дисктен неге сразу сұрап ала бермейді дейсіз мысалы. Өйткені қатқыл диск CPU-ға қарағанда, процессорға қарағанда өте баяу жұмыс істейді, өте баяу. Процессор бір нәрсе сұрап, сол нәрсені қатқыл диск өзі несінен жадынан тауып берем дегенше, сол уақытта процессор миллион операция жасап үлгеруші еді. Жоқ, мыңдаған, енді миллионға дейін операция жасап үлгеруші еді. Сонда ол процессорды былай айтқанда тормозить етеді дейміз, өте баяу жұмыс істейді. Сол үшін процессорге қазір керек болып қалады ау деген ақпарат бәрі RAM-ға жүктеледі. Сол үшін жаңағы сіз Microsoft Word керек, любой программаны ашқанда, сол программа бірінші RAM-ға жүктеледі, және CPU оны RAM-нан алып отыратын болады, қатқыл дискқа емес, көбінесе RAM-нан алып отыратын болады. Өтетініміз бар, тағы да мысалы кэш жайлы айтып беремін. RAM мен процессордың ортасында еще кэш жад деген болады, ол туралы бірақ содан кейін айтайық. Мына жерде тек осыны түсінсеңіздер болды. Қазір жұмыс істеп отырған программалардың бәрі және операциялық жүйе бәрі RAM-ға жүктеледі, және процессор сол керек мәліметтерді RAM-нан алып отырады. Осы жерде білу керегі осы, Болды, келесі сабақта көрсеміз. Мына жерде айтып кететінім, asalemалем.pro-ға кірсеңіздер, әр видео сайын или кейбір видеоның аяғында тесттер болады. Мен тесттер дайындап қоямын. Сол жерде өтіп отырыңыздар, соны сұраймын. Және екіншісі, қолдау көрсетіп, мені қолдап отырсаңыздар, мына қазақша контент іздеп отырған қазір балалар көп қой. Соларға мені табуға тезірек болсын, мені тапсын десеңіздер, мен жаңағы лайк басып, пікірлеріңіз жазып отырсаңыздар, көбірек адам көреді, қазақша контент іздеп отырған көп адам мені көреді. Сол қолдау жасап қойыңыздар. Рахмет, көріскенше сау болыңыздар.